Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2022 жылдың 1-қыркүйегіне дейін елімізге әкелінген шетелдік көліктерді бір реттік заңдастыру жұмыстары жүргізілуде. 2023 жылдың 23 қаңтарынан бастап мұндай көліктерді мемлекеттік тіркеу жүргізілуде. Мәселен, биылғы жылдың өткен кезеңінде Алматы қаласында барлығы 25.570 көлік тіркелді. Заңдастыру талаптарына сәйкес келетін құжаттары мен өтініштерін тапсырған автокөлік иелері ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін көліктерін тіркеуден өткізулері керектігін ескертеміз.